Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ас содасы туралы сөйлесетін боламыз. Ас содасының пайдасы деп интернетте жүрген кейбір мифтер туралы айтатын боламын. Мен каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Жалпы миф деген не, соған тоқтала кетейін. Миф деген ертегі, шындыққа жанаспайды деген мағынаны білдіреді. Енді бірінші миф: сода арықтауға және ағзадағы шлактарды тазалауға көмектеседі дейді. Сода арықтауға еш септігін тигізе алмайды. Оны пайдаланғаннан кейін асқазан ішек жолдарының ауруына тап болуымыз ғажап емес. Ағзада шлактардың бар екені ғылыми түрде әлі дәлелденген жоқ. Ол туралы тек балама медицина саласында кеңінен айтылады. Адамда бүйрек пен бауырдың жұмысы бар, зиянды заттарды жоюға жеткілікті саналады. Егер ағзаға улы, қаупі бар заттар түссе, оған медициналық көмек қажет болады. Екінші миф: сода шылымды тастауға, ішімдік пен есірткіге тәуелділікті құтылуға көмектеседі деп жатады. Бұл негізі тәуелділік ол физикалық, психологиялық деңгейде қалыптасады. Ол тәуелділіктерден арылу үшін соданы қолдану ол ақылға сыймайтын зат. Үшінші миф: сода қатерлі ісіктің алдын алуға, емделуге қолданылады. Негізі қатерлі ісіктің алдын алуға соданың түкте пайдасы жоқ, қатысы да жоқ. Қауіпті ауру клеткаларда мутациялардың жиналуынан пайда болады. Сондықтан да одан содамен емделу деген ол ақылға сыймайтын әдіс. Жалпы сода неге көмектеседі? Содамен тамақты, ауыз қуысын шайып, қамырды қопсытуға болады. Оны ішке қолдануға тіптен болмайды, өйткені пайдасы жоқ, керісінше зияны денсаулыққа көбірек. Сондықтан да соданы тек тамақпен және ауыз қуысын шаюға, бактерияларды жоюға көмектесетінін ұмытпағайсыз. Мен каналыма жазылып алып, лайк басуды ұмытпаңыз.